Міне менің құрметті оқырмандарым, енді бұл сөмкені біз үтіктеп алуымыз керек. Ішіне мынандай қалың сүлгі салыңыздар. Қолдарыңыз күймес үшін соны қолдарыңызға ұстап тұрып сүлгіні. Бұл жаңа турецкий ведро болғандықтан бұның сыртынан хб мата қойып или марлы қойып буы беретін үтікпен ұқсап үтіктейсіздер. Мінекей барлық жеріне үтік тигізіңіздер, себебі тігістері бар. Басылмай тұрған. Былайша айтқанда тігіспен жіптің арқасында осындай дүние шығады ғой, білесіздер. Соған анау деформацияға ұшырап тырысып қалады. Соны жазу үшін әдемілеп асықпай буы бар осындай үтікке асықпай үтіктейміз барлық жерін, астында, бүйірлерінде, алдын, артын, қалпачауына дейін түгел. Себебі оған тігіс өте көп түседі. Мінекей осы ұқсап бәрін қалыпқа келтіріп аласыздар. Сүлгіні жылжытып отырыңыздар. Мінекей барлығы тігіспен біткеннен кейін жіптар да көп, тігіс те көп бұда. Соны теріп, тазалап алып отырып, осы ұқсап ыстық үтікке басамыз. Буы жіберетін үтік, буы жіберетін. Астынан алақандарыңызбен көмектесіп тұрасыздар, сүлгіні қойып алып. Баулығында, қалпағында, жаңағы несін, клапанында, жапқышы дейміз ба, оны да бәрін түгел тігіп алдым. Енді ең соңында осы ұқсап үтіктеп шығамын. Мінекей кәдімгідей тігістері басылып, томпайып, пышный әдемі болып шығады. Соны ерінбей барлық жерін үстіп үтіктеп шығамыз. Себебі анау тігістерді жазылады ғой, тігістер жазылғаннан кейін анау ішіне салған фетрдің көмегімен уже пышный болып, мынандай доп-домалақ болып, қатты болып шығады кәдімгідей. Міне көрдіңіздер ма? Мынандай жіптарын теріп алып тастаймыз. Мен ішіне астарын ашық светтен жасадым. Іші жарық болсын деп. Енді жаңа несін тігем, кнопкасын тігем енді. О кнопкасында мінекей кнопкасын қоям. Енді бұны көрдіңіздер ме? Дөп, пышный дөп дөңгелек болып шықты. Мінекей. Комментарий жазуды ұмытпаймыз. Тіркеліп, лайк басып қоямыз, қыздар. Құрметті менің оқырмандарым. Үйреніп, көріп, мен істегенімді қайталап отырып, сіздер де тігіңіздер. Мен қазір заказ қабылдап отырмын. Осы жерге кнопка не қыламын, қоямын қазір.
магнитный кнопка алдым. Соны тігіп алатын боламын.